Арма құрметті қазақ елі. Болжамдардың көбісі дәл шығатын Қажетті Ахметжанова Қазақстанның президенті Тоқаев туралы былай деп еді. Мына кісі енді сондай справедливый кісі, да, бұл. Қазір не президенты нашей страны управляют, президент это как кукловод. Ол Қазақстанды шын мәнінде кім басқаратынын ашып айтты. Сұмдығы сол, 2025 жылы Қазақстанды үлкен сұмдық күтіп тұр, яғни экономикалық дағдарыс. Сонымен қатар келесі жылы Ресей мен Украина арасындағы соғыс бітеді екен. Бірақ бұған ерте қуануға болмайды. Өйткені Ресей мен Қазақстанның арасына іріткі салып, суытуға тырысатын топтар бар. Олар кімдер? Бұл туралы Қажетті Ахметжанова өзінің болжамдарында ашып айтты. Қажетті Ахметжанова қазір Ресейде тұрады. Ол ТМД елдерінің тағдырына бей-жай қарай алмайды. Әсіресе Қазақстандағы жағдайлар оны қатты толғандырады. Себебі ол түбі қазақстандық азамат. Ол осы уақытқа дейін Қазақстанға қатысты көптеген болжамдар жасап, көпшілігінің дәл шығуымен танымал. Дегенмен Қажетті ханым соңғы жылдары қатты алаңдаулы. Өйткені Қазақстанда жағдай ушығуы мүмкін. Ол 2021 жылы елімізде су арналарының ластанатынын болжап еді. Оның болжамы 2 жылдан кейін дәл шығып, биыл көктемде Қазақстанның батысы мен солтүстігін су басып кетті. Су арналары тасқын суды тоқтата алмай, батыс Қазақстандағы тұтастай ауылдар су астына кетті. Мыңдаған адам үй-күйсіз қалып, бірнеше мал қырылды. Үкімет дереу мәселені қолға алып, үйсіз қалған ауыл тұрғындарына жаңа үйлер тұрғызып беруге кірісті. Және де елімізде бірнеше қайырымдылық қорлары пайда болып, олар халықтан ақша жинап, тасқын судан зардап шеккендерге көмектеспек болды. Соның бірі Біз біргеміз қайырымдылық қоры. Оның басшысы Перизат Қайрат деген келіншек болды. Ол су тасқыны кезде халықтан 1,5 миллиард теңгедей ақша жинап, оның 3-тен 2-сін өзінің қалтасына басыпты. Ол қымбат вилла мен пәтерлер сатып алған. Су жаңа шетелдік көліктерді тізгіндеп, итімен бірге әлем елдерін аралайды. Яғни биліктегі мемлекеттік қызметкерлер емес, өз ішімізден шыққан қара қыз жемқорлыққа жақын болып шықты. Қазір оны қамауға алып, тергеу жұмыстарын жүргізуде. Қажетті Ахметжанова сонымен қатар Қазақстанда біраз уақыт экономикалық дағдарыс орнап, қарапайым халық әбден қиналатынын ашып айтты. Яғни теңге қатты әлсіреп, бәсекеге қабілетсіз болады. Оның айтқаны айдай келді. Қазір $1 500 теңгеден асты. Теңге әлсіреген соң оның құны қалмады. Тіпті 300 мың теңге айлыққа күн көру қатты қиындады. Осының кесірінен ауыл жастарының бәрі шетелге кетіп жатыр. Әсіресе қазір Англия, Норвегия жаққа барып, плантацияларда құлпынай, жидек теретін жастар көп. Ол жақта күніне 50 мың теңгеге дейін төлейді екен. Бір айда 1,5 миллион теңге табуға болады. Бірақ жұмыс өте ауыр. Таң азаннан түн батқанша олар белдері майысып жүріп жаңбырдың астында жеміс жидек жинайды. Көбісінің аяғынан су өтіп денсаулықтары нашарлауда. Олар қиналып тапқан ақшасын ауылдағы ата-аналарына жібереді. Осы жайт Өзбекстанды еске салады. Өзбек халқы елден лайықты жұмыс таппай, көрші мемлекеттерге құрылысқа кетіп нәпақа тауып жүрді. Көпшілік өзбек халқын қатты аяды. Бірақ осы жағдай қазақ халқына да келіп жетті. Елімізден жұмыс таппағандар нәпақаны Еуропадан іздеп жатқаны заңды десек болады. Ал білімді жастар шетелдік компанияларда жұмыс істеуге тырысады. Өйткені елімізде білімді жастарды қадірлемейді. Осы себепті елімізде өнертапқыштар жоқ. Әлі күнге дейін қарапайым зауыт аша алмай жүрміз. Түбі теңгенің орнына басқа ақша келеді. Біз де алдағы уақытта электронды ақшаға көшеміз. Болашақта ақш долларының да құны түсіп, 20 жылдың ішінде жоғалады. Доллар басқа ақша болып шығуы мүмкін. Теңгенің орнына алтын деген ақша келеді. Қазақстанда үлкенді кішілі зауыттар ашылады. Бірақ мұның бәрі экологияға залалын тигізеді деді Қажетті ханым 2021 жылы. Шынымен де теңге осылай құнсыздана берсе, ол жойылады. Ал электронды ақша дегеніміз биткоин болуы мүмкін. Биыл ақшта Трамп президент болған соң бір биткоиннің бағасы $100 мың жақындады. Қазір жемқор әкім, министрлер параны баяғыдай доллармен емес, биткоинмен алатын болыпты. Яғни пара беретін адам бұрынғыдай чемоданмен ақша келмей. Флешкаға биткоин салып, курьермен беріп жібереді екен. Қажетті Ахметжанова елімізде зауыттар ашылатынын, бірақ оның экологияға залалы тиетінін айтып еді. Бұл АЭС болуы мүмкін.
Қазақстан АЭС-ті Балқаштың жағасында салуы мүмкін. Соның салдарынан Балқаш көбінің ластану қаупі бар. АЭС-тің пайдалы жағынан бөлек, зиянды жағы да бар. АЭС-ті салқындату үшін дүниенің суы кетеді екен. Енді Балқаштың тағдыры не болатыны бір Аллаға аян. Одан бөлек Каспий теңізінің де жағдайы мәз емес. Жыл сайын теңіз ластанып, итбалықтар жағаға шығып топырлап өліп жатыр. Теңіз тіпті тартылып та жатыр дейді. Егер Каспий тоқтаусыз тартыла берсе, аралдың кейбін киюі мүмкін. Дегенмен елімізде жақсы жаңалықтар да болады екен. Қазақстанның болашағы өзгереді. Сингапур мемлекеті сияқты көтеріледі. Бірақ оған дейін Ресей қайтадан кеңес одағын құрғысы келеді. Яғни 16 республиканың 9-ы қайта қосылады. Ресей Қазақстанды қосып алуға қатты күш салады. 9 елдің қатарына Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Ресей, қысқасы Орталық Азия мемлекеттері кіреді. Олар 2028-2030 жылы қайта қосылатын шешімге келеді. Сөйтіп кеңес үкіметі билігі қайта жанданады. Баяғы КСРО сияқты ғой. Бірақ құрылымы сәл басқашалау болады. Әрине біз кеңес одағы орнауы мүмкін емес деп ойлаймыз. Дегенмен қазіргі кедендік одақ секілді үлкен одақ құрылуы мүмкін. Яғни Еуропадағы Евросоюз секілді. Евросоюздың өздерінің жеке евро деген ақшалары бар. Олар бір-бірінің елдеріне ешқандай визасыз кіріп шығып жүре береді. Сол секілді ТМД елдері бір-біріне визасыз кіре беретін заң шығаруы мүмкін. Нәтижесінде КСРО секілді одақ болғанымен әр мемлекет тәуелсіз болады. Баяғыдай Мәскеуге бағынбайды. Бүгінде бай адамдар көріпкелдерге көп жүгінеді екен. Мысалы Салтанат Нүкенованың ажалына себепкер болған Қуандық Бишімбаев қылмыс болған күні көріпкелге хабарласқан. Бұл туралы Қажетті Ахметжанова былай дейді. Жалпы менің тәжірибемде лауазымды адамдардың көмек сұрап хабарласқан кезі болды. Бірақ бұл құпия сақталатын ақпарат. Кімнің келгенін жария ете алмаймын. Көбі Бишімбаев сияқты отбасылық мәселемен хабарласады. Енді бірі жұмысында қиындық туындағанда жәрдем сұрайды. Шенеунік болуда оңай емес қой. Мемлекеттік қызметте істейтін лауазымды тұлғалардың көбі жұмысында тығырыққа тіреледі. Одан шығатын жолды іздейді. Сол себептен біз сияқты адамдардан кеңес алуға мәжбүр болады. Оның көмегіне әйгілі әнші Николай Басков жүгініпті. Және де ФСБ басшылары да балгерден кеңес алып тұрады екен. Бірақ Қажетті ханым қазақстандық шенеуніктермен жұмыс істегісі келмейтінін ашып айтты. Қазақстанның бай адамдарының көбі сасық кеуде. Не болса соны мыжып кетеді. Кеткен соң шырынын сорған жеміс сияқты боп қаласың. Содан кейін де қазақстандық шенеуніктерге консультация бергім келмей. Әрине, кейбіріне көмек бердім, негізі мүмкіндігінше қабылдамауға тырысамын. Міне қазақстандық шенеуніктердің көбісі нашар адам болғасын, еліміз әлі дамымай тұр. Біздің бастықтар көкіректеріне нам пісіп, адам менсінбейді. Ақшаға құмар болғандықтан жемқорлық тоқтамай тұр. Қазақстан демекші, елімізді жақын арада жағымды жаңалық күтіп тұр. Оның айтуынша, егер Кенесарының бас сүйегі елге келсе, біздің билік ауысады. Кенесары елдің жердің иесін ұстап тұр. Ханның бас сүйегі түбінде елімізге келеді екен. Нәтижесінде Қазақстанды ұстап тұрған миллиардерлер тұқыммен кетіп, орнына әулиелер келеді. Балгердің айтуынша, Қазақстанды 3 олигарх басқарып отыр. Қазіргі президент жақсы кісі. Тоқаев әділетті адам. Бәрін істегісі келеді, бірақ көп нәрсеге мүмкіндігі жоқ. Қазір біздің елімізді миллиардерлер басқарып отыр. Дегенмен Тоқаев көп өзгеріс жасайды. Бірақ бәрін мега олигархтар шешеді. Сайлау өтсе, Тоқаев өтуі мүмкін. Бірақ оны да олигархтар біледі. Себебі мемлекеттік 3 мега олигарх басқарып отыр деген еді 2021 жылы. Шынында да Тоқаев екінші рет сайлауда да президент болып сайланды. Дегенмен еліміздің көп байлығы әлі күнге дейін олигархтардың қолында. Олар кетпей Қазақстан дамымайды. Мысалы қазақтарға шетелден көлік әкелуге түрлі қысымдар жасап жатыр. Утилді сол күйі құрталмай қойдық. Қазақстанға көліктерді тек олигархтар әкелетін қылып істеп жатыр. Сонымен қатар Қажетті ханым қазақтардың әсіредіншіл болып бара жатқанына қатты алаңдайтынын жеткізді. Дінге қатты беріліп кеткен елдер дамымай қалады. Ондай елде уағыз айтатын молдалар көбейіп, жастар ғылым, білімді ұмытады. Молдалардың негізгі тақыры әйел болады.
әйел бүйтпеу керек, әйел өйтпеу керек деп көбіне отбасылық мәселелерді талқылайды. Бұрын біз Алла демейтінбіз, Құдай дейтінбіз. Аталарым көк тәңірім деп сыйынатын. Қазақ еркін жүрген халық. Дінге тәуелді болған емес. Қазір көп қыздар намаз оқып, қап-қара киініп алады. Бұрын ата-бабамыз қара кисең, қара басады дейтін. Біз түп тамырымыздан айырылып барамыз. Шынында да қазір елімізге 2000 жылдары таяу шығыста оқып келген ұстаздар қаптап келді. Теріс діни ағымдағылар әйелдерді зат сияқты көреді. Олар әйелдерін қара жамылдырып киіндіреді. Ал қазақ дәстүрінде ет жақына қайтыс болғандар ғана қара жамылып қан жұтып отырған. Тағы бір сорақысы, сәләфиттер әйелдеріне тез талақ беріп, басқа әйел алады. Білім беріп оқытпайды. Қазақ еркін халық. Жел сияқты еркін болуы керек. Дінге сендіріп, байлап ұстауға болмайды. Біз орыстар сияқты шаруашылық санамен өмір сүрген жоқпыз. Олар 500 жыл бойы солай өмір сүрді. Біз ешқашан біреудің діннің құлы болған емеспіз. Кез келген қазақта әулиелік қасиет бар. Сол намысты жоғалтуға болмайды. Ол болашақ ауыл жастарында екенін айтты. Қазақтың қара домалақ баласы жаңа технологияны тез меңгереді екен. Қазақ жастары өте талантты. Ресейде қазақтарды өте талантты, мықты ұлт деп таниды. Қазақ балаларында ілім, білім іздеуге деген ерекше қасиет, құштарлық бар. Қазіргі заманда ең қымбат дүние білім. Білім алуға ешқашан кеш емес. Күні кеше Қазақстанға Ресей президенті Путин келді. Қазақ халқы оны зор қошеметпен қарсы алды. Астана қаласының бұрыш-бұрышына Ресей туын іліп тастады. Осы арқылы билік Қазақстан мен Ресейдің арасындағы достық қарым-қатынасты ұстап отыр. Көршілермен жауласып береке табу мүмкін емес. Егер қазір басшылар Ресеймен саясат мәселесінде дұрыс шешім қабылдамаса, Украинадағы соғыстың екінші толқыны Қазақстанда болуы ықтимал. Ресей ол кезде Қазақстанның солтүстік және батыс өңірдегі қалаларды аламыз деп соғыс ашуы мүмкін. Сондықтан да қазіргі билік соғыс өртін тұтатып жіберу мүмкін түрлі арандатуларға жол бермеуі керек дейді көріпкел. Бізді жан-жақтан арандатушылар көп. Қазақ халқы оған арандап қалмай, сауатты болғаны жөн. Ол үшін газет, журнал оқып, кітаптан қол үзбеу керек. Сосын ол қазақ әйелдеріне өздеріне қарау керектігін айтты. Қазақ әйелдері 50 жастан кейін жарықты сөндіргендей сөніп қалады. Өзіне қарамайды, тез қартайып кетеді. Әсіресе ауылдың келіншектері кәдімгі апа сияқты. Өткенде ауылға барғанда менімен жасты қыздарға сендерге не болған? Не бәрі 50 десіңдер ғой деп ұрыстым. Ал орыстар үйлері былығып жатса да, өздерін күткенді, демалғанды, саяхаттағанды жақсы көреді. Егер адам өзін жақсы көрсе, басқалар да оларды жақсы көреді. Болашақта Қазақстанда жаңа қалалар, жаңа зауыттар салынып, шетелге тауар экспорттайды екен. Ол үшін адам пейілін түзеу керек. Пейіл түзелсе, тұрмыста түзеледі. Нөсер жаңбырдың артынан кемпір қосақ шығады. Қазақстан қазіргі экономикалық дағдарыстан аман есен өтсе, алда жарқын болашақ күтіп тұр.